Ақмола облысының Астана және Шымкент қалаларының аумағында бір топ тұлға аса ірі көлемдегі бағалы металдардың заңсыз айналымымен айналысқан. Олардың қызметін аймақтық прокуратураның үйлестіруімен агенттіктің Ақмола облысы бойынша департаментінің қызметкерлері әшкерледі. Алтынды заңсыз өндіру, сатып алу, өткізу мен одан есепке алынбаған зергерлік бұйымдарды жасау және оларды сату бойынша барлық схема анықталған. 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 5 күдікті Бестөбе кентінде қара іздеушілер заңсыз өндірген және қайта өңдеген алтынды сатып алумен айналысқан. Кейіннен алтын құймалары жолға қойылған арналар арқылы жеткізіліп, жерасты цехтарында белгілі сауда маркаларының есепке алынбаған зергерлік бұйымдары дайындалып, Астана мен Шымкент сауда үйлерінде сатылған. Тінту барысында 35 миллион теңгеден астам сомаға 99,5% алтын бар 1 килограммнан астам алтын құйма және сатуға дайындалған 335 зергерлік бұйымдар тәркіленді. 2021 жылғы қаңтардан 2023 жылғы қазанға дейін күдіктілер арасындағы ақша айналымы 300 миллион теңгеден асты. Іс бойынша 5 адам күдікті деп танылып, оның үшеуіне қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабына сәйкес өзге де ақпарат таратылуға жатпайды.